Сәлем достар, эфирде онлайн IT мектебі. Бүгін біз сіздермен өтетін тақырыбымыз дикт, орысша словарь, қазақша сөздік. Мысалға, программада біз адамның атын және туған жылын сақтауымыз керек. Бұл жағдайда тізімді қолданайық десек, тізімде бір индекске, яғни бір орынға екі элементті бірден жаза алмайсыз. Сондықтан да сөздікті пайдалану ыңғайлы болады. Олай болса сөздік ашайық. Names атауы болсын. Достар, мұқият қараңыздар. Біз тізім ашқан кезде мынадай тік жақша қою арқылы аштық. Ал сөздік ашатын кезде фигуралы жақша қоясыз. Ішіне алдымен адамның атын жазамыз. Айдос. Қос нүкте қоясыз және туған жылын жазайық. 1996 жылғы болсын. Өтір қоямызды келесі адам жазамыз. Айдос Манас. Қос нүкте туған жылы. 95 болсын. 4 адам жазайық. Самат болсын келесі. 91 жылғы болсын. Келесі Марат болсын. Қос нүкте 1993 жылғы болсын. Мінеке аштық. Тізімдермен жұмыс істеген кезде, о жердегі әрбір элемент индекстермен нөмірленген болды. 0-ден бастап әрі қарай. Және ол индекстерді біз өзгерте алмайтынбыз. Ол автоматты түрде қойылатын. Ал сөздіктерде біз сол индекстерді өзіміз қоя аламыз. Бұл жерде бұл индекстер кілттер деп айталады. Яғни Айдос деген кілт бойынша мен оның туған жылын шығара аламын. Names'ті экранға шығарайық. Print names. Міне, сөздігіміз шықты. Типін көрейік. Type names. Дикт класс екен, сөздік яғни. Енді Манастың туған жылын шығарайық. Names деймін дағы. Тік жақша ашамын, дәл тізімнің индексін жазған секілді. Ішіне Манас деп жазам. Манастың туған жылы 1995 жылы екенін көріп тұрсыздар. Бірақ бұл жағдайда егер мен қате беріп қойсам, мысалға Манас болсын, екі а жаз қоятын болса, ол маған қате береді. Бұнда элемент жоқ дейді. Сондықтан да қате бермеу үшін келесі бір тәсіл бар. Алдымен тізімнің атауын жазасыз да, нүкте қойып get деп жазасыз. Кәдімгі домалақ жақшамыз ашамыздағы ішіне кілттің мәнін жазасыз. Манас. Міне, 95 жылды шығарып берді. Егер қате жазатын болсам, нан деген жауабын шығарады. Келесі, үлкен деген айнымалы аша салайын. Ішіне сөздіктегі ең үлкен адамды жазайын. Ең үлкеніміз бізде Самат, 91 жылғы. Names деймін дағы. Мұнда Самат деп көрсетем. Print ең үлкен ең үлкен мұнда үлкен дейік. Ең үлкен 1991 жылғы екен. Сонымен қатар достар, мұндағы элементтің мәндерін өзгерте аламыз. Мысалға, names Манас тең болады 1990 жылғы болсын енді. Алдымен өзгертпей тұрғандағы
бастапқы мәнін экранға шығарайын. Print names. Өзгергеннен кейінгі шығарайық. Print names. Қосайық. Мінеки, басында Манас бізде 95-ші жылғы болды, ал екінші жолы 90-шы жылға ауысты. Осылай мәндерді ауыстыра аламыз. Енді тізімімізге жаңа адамды қосайық. Ол үшін тізімнің атауын жазасыз. Бірден кілтті көрсетеміз. Ата Берік болсын. Берік. Туған жылы 1990-шы жылғы болы салсын. Print names. Міне, соңына Берік келіп қосылды. Енді Берікті өшіріп тастайық. Ол үшін del деп жазамыз. Names. Кілтті көрсетеміз. Берік. Қайтадан экранға шығарайық. Print names. Мінеки, басында Берік бар болды бізге. Одан кейін өшіп қалды. Енді мына тізімдегі тек қана кілттермен жұмыс істей аламыз. Ол үшін айнымалы ашайық. Keys болсын атауы. Тең болады. Names. Case. Бірден типін экранға шығара салайын. Type. Keys. Және кейстің өзін шығарайық. Мінеки, dict keys типінде екен. Енді біз оны алып, өзіміз білетін тізімге түрлендірейік. Ол үшін алдына list деп жаза саламыз. Және жақшаның ішінде болады қалғанның бәрі. Қосатын болсақ, міне, типі тізім, және тізім шығарып берді. Тек қана элементтің атауларынан тұратын. Дәл осылай тек қана мәндерді шығара аламыз. Туған жылдарды ғана шығара аламыз. Ол үшін val деген айнымалы аша салайын. Оған names нүкте values деп жазамыз. Типін көрейік. Және өзін экранға шығарайық. Print wall. Міне. Типі dict values типінде екен. Бағанағындай dict values пен шығарып берді. Біз оны алып тізімге түрлендірейік қайтадан. List. Міне, тізім құрып берді бізге. Тамаша, арғарай кеттік. Енді жазбадағы адамдарымызды сорттап шығайық, алфавит бойынша реттеп шығайық. Ол үшін бірден print жаза салайын. Sort. Жақшаның ішінде names нүкте keys. Кілттер бойынша сорттайық. Міне, алфавит бойынша сорттап берді бізге. Келесі. Біз іздеп жүрген адам осы сөздіктің ішінде бар ма екен, соны тексере аламыз. Мысалға, Манас бар ма екен деп сұрайын. Манас in names. Егер бар болса, ол маған true деп шығарып беру керек. True, яғни Манас бар екен. Манас үйде бар ма деген сияқты ғой. Егер Манас жоқ па деп сұрайтын болсақ, not in names деп жазамыз. Жоқ, ол бар біздің сөздігімізде дейді. Керемет.